ел жайлауға көшті. Былтырғыдай Ақшагүл 8 жасар баласы Тастемір екеуі жұртта қалды. Ұлы 10 шақты қой мен бір сиырды күндегі әдеті бойынша көк өсекпен айдап жайылымға қарай белден асты. Осыны күтіп тұрғандай шығыс жақтағы қырға бір атты шыға келді. Баласын жайылымға шығарып салып тұрған Ақшагүл салт аттыға ұзақ қарады. Ол да бір орнынан қозғалмастан қаққан қазықтай тұр. Келіншек жез самауырынды далаға алып шығып су құйып от салды. Үйге кіріп көрпелерді қағып сілкіп жинастырды. Қазан көтерді. Салт атты тұрған жотаға қарады. Жолаушы әлі бір орында қозғалмастан тұр екен. Үйге қайта кіріп құрақ көрпенің жаңасын төседі. Көп ұзамай «Кім бар?» деген дауыс шықты. Келіншек сыртқа шықты. «Біз бар, аттан түсіңіз, сусын ішіңіз» деген келіншек көзін көтерместен шегіншектеп үйге кіріп кетті. Үсті басын қағып, құндыз бөркі мен қамшысын қолына ұстаған жолаушы табалдырықтан аттады. «Ассалаумағалейкум». «Саламат болыңыз, төрге шығыңыз». Келіншектің даусы дірілдеп шықты. Қара торы жүзі алаулап, жүрегі лүпіл қақты. «Ақшагүл, танымадың ба? Бұл мен, Сайран ғой». Қонақ бөркі мен қамшысын төрдегі шегеге ілді. «Жайғаса беріңіз, мен самауырынды кіргізейін» деген келіншек сыртқа шығып кетті. Самауырынға емес, жатаған үйдің сыртына қарай тез жүрді. Неге екені белгісіз, қос жанардан ыстық жас сауғалады. Жаулығының ұшымен жасын сүртіп тұрып, өзінің осыншама неге көңілі босағанына таң қалды. «Таныдың ба» деген несі? Неге танымасын? Таныды. Ортадан жоғары бойы толысқаны болмаса, аса өзгермеген. Сонау жотаға атымен шыға келгенде-ақ сол басынан таныған. Сол кезде-ақ жүрегі солқылдап алқымына тығылған. Күйеуінің қайтыс болған күннен бастап келер деген. Содан бері 2 жылдан асып барады. Мұның басына түскен ауыртпалықты Сайранның естімеуі мүмкін емес. Бір жағынан кешіккенін жақсылыққа балаған. Тыз етпе көңілдің лүпіліне ерік бермей, бәрін өлшеп пішіп алып, шешім қабылдау аса маңызды екенін Ақшагүл жақсы біледі. Кешіккен сайын Сайранның өзіне деген ізгі байламмен келетініне сенімі нығайған. Бұған дейін де ол бір сәттік сезім жетегіне кетіп, көптің көңіліне қаяу түсіретін шешім қабылдамаған. Екеуі әке-шешелерінің ақ батасымен шаңырақ көтерейін деп тұрғанда, марқұм күйеуі мұны басып алып қашқан. Сайран алып қашқан жігіттің тұл жетім әрі ыңыршағы айналған кедей екенін естігенде, шабуға дайын тұрған атының басын тартқан. Түк болмағандай күй кешіп, қалыңдығымды қайтар деп қоқаңдамай, не істерін білмей жүргенде, Ақшагүлдің әкесі мен шешесі уланып өлгенін естіді. Ақшагүлге келіп, көңіл айтпаса да, оны-мұның ұмытпағанын жүрегімен сезді. Сайран көп ұзамай келер деп үміттенген. Жүрек алдамапты. Ақыры міне келді. Енді не болады? Қандай оймен келді? Жұртта қалған жесір әйелдің төсегінде аунап кету үшін келді ме, әлде етегімнен ұста дей ме? Көңіл алаулап, соны білгісі келеді. Көз жасын сүртіп, өксігін басты. 2 иығынан демалған самауырынды көтеріп, Ақшагүл үйге кіргенде, Сайран көп жылдан бері тартылмаған домбыраның құлағын бұрап, күйіне келтіріп отыр екен. «Ақшагүл, біздің көріспегенімізге біраз жыл болыпты. Осы жылдарды сені бір естен шығарған емеспін. Бақилық болғандардың жаны жәннатта болсын, өліге салауат, тіріге иман берсін» деп, ауыр тыныстаған Сайран домбыраны шерте жөнелді. Көңіл толқынын домбыраның үніне сабақтады. Ақшагүлдің көзінен ыстық жас тамшылады. Домбыраның үнімен бірге екеуі де іштей егілді. Домбыра ұзақ сарнады. Домбыраның үнімен бірге бірі асылының, ғашығының өзгенің құшағына енген кездегі жүрек күйзелісін айтса, екіншісі сүймеген адаммен бірге шаңырақ көтеріп өмірдің азабын тартқан, ғашығын аңсаумен өткен жылдарын айтты. 9 жылда, бірақ ол сүюінің сыры сол ұйтқыз өткен түндердің, күлкісіз болған күндердің қасірет екенін екеуі де сезді. Бойға біткен бірнеше шарана жарық дүние есігін ашуға
уақыты жетпей түсік болып түсті. Ақшагүл осыны айтып іштей егілді. Жүрегі зарлап жылады. Маңыраған қозының даусы шыққанда ғана бебеу қаққан домбыра тоқтады. Ақшагүл орнынан тұрып сыртқа шықты. Баласы көкесектен түсіп жатыр екен. Құлыным, шөлдеген жоқсың ба? Үйде жолаушылып келе жатқан кісі бар. Қолы басыңды жуып тезірек ішке кір. Тамақта дайын боп қалды деген Ақшагүл қара қазанның қақпағын ашып, етін сүзіп алды да қамырын салды. Ошақтың астын бір көсеп жыңғыл салды. Лаулаған от биікке көтерілді. Сүр ет салынған астауды сәл өзіне қарай тартып, турауға икемделе бастаған баланың қимылын қалт жібермей қарап отырған қонақ: «Айналайын, пышағыңды маған бер, мен турайын», деді. Жалғас үн қатпастан пышағын берді. Жалғас, қонаққа ет туратқанымыз ұят болды ғой, өзің турамадың ба деген анасына жалт қараған баласы: «Апа, көрші ауылдағылар етті қонағына туратады. Досыңа ет турат, қасыңа шай құйғыз деген бар. Сөз бар емес пе?» Баланың сөзіне жымиған қонақ: «О, айналайын балам, дұрыс айтады. Сонымен бұл жігіттің аты Жалғас болды ғой», деп қолына алған бір сүйем қазыны үшке бөліп алдарына тастады. Баланың көңілі жадырады. Мұны байқаған анасы да күлімдеді. Әкесі барда 1 жылдан аса татар молдасынан дәріс алған. Оқиды, жазады алады. Өкінішке орай оқуын жалғастыра алмады. Қамықпаңыз. Құдай қаласа әлі-ақ үлкен қалада оқитын болады. Ет желінді, 1-2 кезден шай ішілді. Қонақ үй иелеріне рахметін айтып дастарханға бата жасап орнынан тұрды. Жалғас жүгіріп барып қонақтың атының шылбырын шешті. «Айналайын, Жалғас, өркенің өссін», деп атына мінді. Жалғас пен Ақшагүл қонақ белден асқанша үйлеріне кірмеді. «Апа, жақсы кісі екен. Атын сұрадың ба?» «Аты Сайран. Сіз танитын ба едіңіз?» Ақшагүл баласының сұрағын естімегендей дастарханды жинастыра бастады. Баласы сұрағын қайталамады. «Апа!» Жалғастың даусы қатты шықты. Ақшагүл басын шалт көтеріп ұлына қарады. «Не болды, балам?» «Апа, қонақ қамшысын ұмытып кетіпті. Қарашы, төрде ілулі тұр», деген Жалғас аса жылдамдықпен қамшыны қолына ала жүгіріп тысқа шықты. Ақшагүлдің жүрегі жылп сала берді. Қуанды. Артынша өзінің ойламаған жерден қуанғанына таң қалды. Қуанатынында да, таңғалатынында да себебі бар. Қуанатыны Сайранның қамшысын қалдырып кеткені, қайтып келем дегені. Ата-баба салты солай. Салт бойынша, егер қонақтың қайтып келуін қаламаса, төрде ілулі тұрған қамшыны алып босағаға іліп қояды. Тіпті беріп жіберетінін де естіген. Қысқасы, Сайранның қайтып келетініне қуанды. Таңғалатыны, жастықтың алауымен бір-біріне ғашық болғандар тағдырдың тәлкегімен өзгенің құшағында шаңырақ көтергендердің қосылуы мүмкін бе? Сайран күні бойы бір арнада тоғысайық, қосылайық деген жоқ. Алайда бекерден бекер келмегені анық. Жастық шақтағы ғашығының көңіл күйін, өзіне деген жүрек соғысын білуге келгені анық. Ал қамшысын қалдыруы көп ұзамай нақты ұсыныспен қолқа сала келетінін білді. Үйге Жалғас кірді. Қолында қамшы. Өріміне қарап, бір қамшы екенін білді. Қызғылт тобылғы сабына өрімі үйлесіп тұр. Жалғас қонақ қайтар жолында келіп қамшысын алып кетер, орнына төрге іліп қой, деді аса бір сабырлы дауыспен. Ақшагүл Сайран келіп кеткеннен кейін бір ай өткеннен соң шығыс жақтағы белеске жиі қарайтын болды. Тіпті есіктің алдына шығып алып, сол белеске ұзақ қарап отыратынды шығарды. Жаздың соңғы күндері сәске түсте белеске арбаның оттығына қос атты байлаған жолаушы көрінді. Ақшагүл жүгіріп үйге кіріп, жез самауырынды алып шықты. Қара қазанға ет салды. Үйден құрақ көрбелет алып шығып қақты. Қонақ арбасын алысқа қалдырып, қос атты тұсап, жаяу үйге жақындап келіп, үсті басын қаққан болып біраз тұрды. «Ассалаумағалейкум!» Сайранның даусы жадырай шықты. «Төрлетіңіз» деген Ақшагүлдің жанары жалт етті. Сайранға елжіре қарады. Жүзі балбұл-жанды. Жүрегі жылып, көңілі шалқыды. Сайран толғаған жүрек сезді. Келіншекке тіке қарай алмады.
төрге озды. Қамшысы ілген жерінде тұр екен, жүзі алаулады.